Сәлем достар, сіздердің сәресіге қандай тамақ жасап жүрсіз деген, сәресіге не жасасам болады деген сұрақтарыңызға жауап берем. Сәресіге ең бір оңай тамақтың бірі, пайдалы тамақтың бірі ол майсөк. Майды кертеміз. Қолдың майы болса тіпті жақсы. Ал қолдың майы жоқ болатын болса, маргарины аз, тазалау сары майды тауып аламыз. Соны ертеміз. Қазір бетіне көпіршік болып тортасы шығады, оны алып тастаймыз. Және сөк. Мынау ақталған тары немесе сөк деп аталады. Жуып дайындап аламыз. Суынан сүзіп дайындап аламыз. Барлығы ерігеннен кейін ақырын отта қайнатамыз. Қазір көріп тұрсаңыздар, мына бетіндегі ақ көбіктер шығып жатыр. Соларды алып тастаймыз. Аздап тұз қосамыз. Енді қазір қарасаңыздар, мынау бетіндегі қайнатқан сайын бұл торталар бөлектене береді. Осыларын жинап алып аламыз. Осылай тазартып алғаннан кейін аздап қалды әрине. Енді жуылып тұрған сөкті саламыз. Дәміне қарай аздап қант немесе бал қосуға болады. Аса көп керек емес, себебі ораза кезінде біз тәттіні де сәл артық болып кетсе өте тәтті сияқты болып тұрады. Тұзы да сәл көп болып кетсе біздің аузымыздың сезімталдығы арта түседі ғой дәмдерге. Сондықтан аса көп қосып қажет емес. Осылай бетін жауып, ақырын отта 10 минутқа қалдырамыз. Енді қараймыз. Сөгіміз көлемін үлкейтті. Тісі жоқ кісілерге құнары мол тамақ. Мен пешті өшіргенмен, менде пештің табы сақталады, сондықтан пештің табында қалдырамын. Сонымен майсөгіміз дайын. Бұл біздің халқымыздың ұлттық тағамы. Ұлттық тағамды қаншалықты біз ұмытайық десек те, немесе қазіргі нарықта пицца, сэндвич, бургер, кәуап барлығы сәнге айналғанмен, ұлттық тағамды біздің тұқымымыз, біздің геніміз бәрібір есінде сақтайды, қанымыздың есінде. Сондықтан бұл тағамдарды жеген кезде біз өздігінше бір басқаша ләззат аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.